Армысыздар, құрметті көрермендер. Біз аздаған уақыт демалыстан кейін Ақлия бағдарламасы өз жұмысын ары қарай жалғастырады. Егер бізді қолдағыларыңыз келсе, я деп астына комментарий жазсаңыздар да болады. Бір жағынан одан кейін мына Омар Жәлелұлының Харекет атты кітабы қайтадан жарық көрді 5000 данамен. Егер сіздер осыған тапсырыс бергілеріңіз келсе, описаниеға номерді қалдырам, соған звондап заявка берсеңіздер болады. Аллаға бүгінгі біздің тақырыбымыз осы ұлыстың ұлы күні Наурыз келе жатыр ғой. Жалпы осы Наурыз туралы, жалпы біз Наурыздың не екенін білсек те, қалай тойлану керек, ол қайдан шықты деген нәрсені біле бермейміз. Жалпы Наурыздың тарихи астары бар ма? Мына Машрусов атамыздың Наурызнама деген еңбегі бар. Машрусовтың. Осы еңбекте осы енді бізге жеткен енді әзірше осы қазақ тіліндегі енді басқа да деректер бар болар. Жалғыз дерек көзі осы Машрусовтың Наурызнамасы. Осы Машрусовтың Наурызнамасында Машрусов атамыз айтады: сіздер білесіздер, атақты Нұх пайғамбардың кемесі суға кеткендігі. Сонда Нұх пайғамбар дейді, қасында 80 шақты адаммен дейді аман қалыпты дейді. Содан біреу баласынан айырылған, біреу күйеуінен айырылған, біреу қатынынан айырылған, жұрт у-шу болып жаңағы қайғырып жаңағы енді бізге күн жоқ қой деп отырғанда дейді, біреу дейді арақ ойлап тауыпты дейді. Сол дейді, сол арақты дейді, сол арақты ішіп дейді, сол арақты ішіп жұрт қайғысын ұмытып дейді, ішкен мас жеген тоқ дейді, тойлап дейді. Міне сол күн дейді Наурыздың басы болып есептеледі дейді. Енді дейді ол дейді арабша ол Мұхаррам айының 10-ына келеді екенде, жұлдыз есебімен дейді хамал жаңағы жұлдызының бұрышына кірген болып есептеледі екен. Содан дейді мынау Нұхтың ең үлкен ұлы Сам дейді, Самнан 2 ұл туады дейді, Ғарап Ғажам дейді. Арабтар ай есебімен ұстап қап дейді, Мұхаррам айының 10 күнін тойлайды дейді, бұны Ғашура деп атайды дейді. Ал Ғажам жұрты, яғни Ғажам жұртына парсылар, түріктер кіреді, бұлар жаңағы хамал жұлдыз есебімен тойлайды екен. Ол бізді қазір тойлап жүрген амал мерекесі. Амал деген сол жұлдыз есебімен, сол жаңағы жұлдыздың хамалдың бұрышына кірген күні дейді. Жаңағы жылдың. Біз мынау Қазақстанның батыс жағында Наурыз айының 14-не көрісу деген мереке бар. Бұл қайдан шыққан мереке? Бұл көрісу дегеніміз осы жаңағы амал мерекесі деп атайды ғой. Міне осы дәл осы 14 күні тойлайды. Бұл енді сіздер білесіздер, кезінде бізде жаңағы 7 күнге 8 күнге 7 күнге ауысты ғой, календар ауысты. Мысалы бұрын 25 октябрьде революция болса, кейін оны біз 7 ноябрьде тойладық, ауысып кетті. Сол бұлар ескі есебімен сақтап қалған 14-інде. Сол 14-інде сол амал мерекесі деп сол жаңағы тойлайды. Енді тойлайды деп жатырмыз. Қалай тойлау керек? Негізі бұл жерде мындай нәрсе. Бұл жерде мынау Машрусов атамыз айтады, мынау жерменнің бел ағашы сияқты дейді. Білесіздер ғой, жермен, су жермені бар ғой, айналып тұратын. Сол жерменнің дейді 12 шабағы бар дейді. 12 шабағында 12 тақ бар дейді. Содан дейді, сол дейді, мысалы дейді, 1922 жылы 22 жылдың 22 мартында дейді, қоян таққа мінді дейді. Неге сол қоян дейді, сол 22 жылдың 22 мартында сол амал бұрышына келіп кірді дейді. Сол амал күні қоян таққа мінді дейді. Сонда сол жылды қоян жылы деп атайды дейді. Енді қоян дейді өзі үркек қой, қорқақ қой дейді. Сол жылы жұрт ойбай, жұт болады деп бәрі былшылдады дейді, түкті дәнеме болған жоқ дейді. Неге? Өйткені ол қоянның әсері дейді, жұртқа жаңағы тигізіп отырған дейді. Сонда сосын қоян жылы туған бала қорқақ, үрейшіл болады деп айтады дейді қазақтар. Сонда қарасаңыздар, енді бір сол жаңағы бел ағаш бір айналғанда өзі бір жыл 12 айдан тұрады ғой. 12 ай, 12 шабақ, жылда 12 бір айналған кезде дейді, енді ұлу таққа мінеді дейді. Ол ұлу кеп кіреді дейді, амал бұрышына дейді. Міне соны жаңағы жаңа жыл Наурызнама деп атайды дейді. Сонда қазақ осы орысқа қарағанға дейін дейді, бұны Бұхар есебімен ұстанып келген дейді.
Наурызнаманы кімдер беру керек? Наурызнаманы байлар береді екен бұрын. Мысалы, Машрусов атамыз айтты, мен дейді, Бұхарада Ғабдулла ханның наурызнамасына өзім қатыстым дейді. 8 күн ұдайымен дейді, наурызнама берді дейді. Содан дейді, жаңағы күрескен кезде жаңағыдай жеңгенге дейді, бір ат 3 шапаннан беріп отырды дейді. Аста төк сыйлық берілді дейді. Содан 8 күн өткен кезде дейді, наурыз 22 март жақындағанда, сол жаңағы хан жұртты жиып дейді, алаңға үлкен керсенге балықтар жібереді дейді. Сол жұрттың бәрі өңіліп қарап отырады дейді. Тура наурыз күн мен түн теңелгенде балықтар теріс айналып қалады дейсің? Жоқ, балықтар шалқасынан түседі дейді, жарқырап қарындарын көрсетеді дейді. Сол жұрттың бәрі шулап, жаңағы наурыз келді деп жаңағы тойлайды дейді. Сол сонда жандыда балық сезеді екен, наурыздың келгенін, жансызда Самарқанның көктасы ериді дейді. Сонда мен сол Ғабдулла ханның наурызнамасына қатыстым дейді. Сонда Машрусов атамыз айтады, мына Үйсін Төле билердің заманында дейді, қазақтың наурызнамасы дейді, қазақтың хандарының берген наурызнамасы сол жаңағы Бұқар хандарының наурызнамасына асып түсуші еді дейді, сөз бе? Міне сонда наурызды негізінен бай адамдар береді, наурызнаманы. Наурыз деген ненің аты ғой? Наурыз деген жаңа жылдың аты ғой. Ал наурызнама деген жаңағы тойдың аты. Наурызнама деп атады. Ол 8 күн ұдайымен береді екен бұрынғы қазақтың байлары. Сонда небір би шешендер сол небір байларға өздері іздеп барады екен, наурызнама қылдырамыз деп. Тек қана байлар ғана беру керек па наурызнаманы? Қазақтың ең кедейі дейді, ең кедейі наурызнама қыла алмайтындары дейді, бір қойды сақтап отырады дейді. Бір қойды сақтап отырады, соны сойып дейді, басын сақтап қойып, сол күні наурыз көзі жасап дейді, жұртқа татырады дейді. Ең кедейінің өзі. Наурызнаманың бергендегі мақсат не болады? Мақсаты былай екен. Сол наурызнама берген кезде бір кітап бар дейді. Қожалар оқиды дейді. Оны наурыз түсіндіретін кітап бар екен, қожалар оқиды дейді, оны кәдімгі дауыстап тұр. Оны салдама деп атады дейді. Одан кейін дейді, ауызды қол ақсақалдар дейді, жаңағыдай бата береді. Сол кезде жұрт жылап отырады дейді, кәдімгі дейді. Сосын бата берген сайын дейді, қожа кітапты оққан сайын әумен деп отырады дейді жұрт. Содан кейін дейді, сол әумен деп отырған жұрттың аузы дуалы жаңағы ақсақалдардың берген батасы, қожалардың оқыған кітабы, осылардың бәрі не тілесе тілектері жүзеге асып дейді. Сол ел келесі жыл дейді, жаңағыда ташылық көрмей, мал басы бірдей өсіп, берекемен, молшылықпен өмір сүреді екен. Бұдан шығатын қорытынды кез келген өсейім, дамиым деген адамдардың бәрі наурызнама беруі тиіс. Әлбетте. Сонда Машһүр айтады, қазақтың өзінің еншісіне бұйырған жалғыз мейрам осы дейді. Сонда қазақ өсемін десең дейді, өнемін десең дейді, бар күшін наурызнамаға сал дейді. Сонда қазақта жаңағы дуа теген ұрпақ деген ұғым бар екен. Сол дуа теген ұрпақ деп, сол наурыз сол күні тосып дейді, күтіп алған дейді. Тосып күтіп алған, жаңағыдай қуанған, ақсақалдардың батасын алған, сол атасын, соның дуасы тиген ұрпақтан дейді, жаңағыдай дуа тиген ұрпақ деп, мал басы өскен, билік пен байлық қатар қуанған ұрпақты сол деп атайды дейді. Мысалы, Сәті мырза деген мырза Қызылтауда бай отырған, соны Едіге би іздеп барады ғой, жаңғоздың өзі сүйіндік түшіне малғоз жаңғоз деп тарайды ғой, сүйіндік атасының арғының ішіндегі. Сонда сол Едіге би мына Шоң мен Торайғырдың әкелері ол кезде кедей екен, Жаңғоздың жалпақ кедей. Соны іздеп барады ғой. Сонда барған кезде барса, Сәті мырза өзі аңға кетті дейді. Сосын үйінде бәйбішесі бар екен, Баяу деген. Соны Баяу айтты дейді, мен мырзам аңға кетсе де ас пен жаңағыдай дәулет алып кеткен жоқ. Зәуде біреу келе қалса, мен жоқтатпа деп айтып кеткен деп, 8 күн одай бірінен бірі арттырып наурызнама берді дейді, бәйбішесі. Одан кейін дейді, аңнан кім келді дейді, Сәті мырза. Ол дейді, алған түлкілердің ішінде бір қара түлкі бар екен, соған қатты қуанып, наурызнама бергіземде келіп жатқан адамдар бір қуанып, мен мынау ұрғашының қылған наурызнамасына араласпаймын деп, мен жеке берем, тағы 8 күн берді дейді. Сөйтіп дейді, жаңағы кімге, Едігеге түйе бастатқан 9 берді дейді. 100 адаммен бар, 100 адаммен барған ғой, 16 күн күткен ғой. 100 адаммен барып, сол әрбіреуіне бір аттан, тайдан,
тіпті ең ақырында бір жаңағыда ең атшабарларының өзіне бір шапан кигізіп жүрген екен. Содан жаңағы сол тосып алған дейді, сол Сәті Мырзаның сол тосып күтіп алған, сол Едіге бидің берген батасынан дейді, кейіннен дейді Шорман туып, Шорманнан Мұса туып дейді, байлықпен жаңағы байлықпен де бақ қатар қонған ұрпақ содан туды дейді. Көрдіңіз бе? Ұрпақтардың бәрі бай болды. Бай болды дейді. Одан кейін Едіге дейді қайтып келе жатып дейді, сұрады дейді, жаңағы Қараөзек деген жерге келіп, мен артықпын ба, Сәті Мырза артық сұрады дейді. Сонда ана аузынан сөз жұқпайтын қулар айтты дейді. Әрине сіз артықсыз. Жаңағы сырты боқ, іші түк мал кеп деген байдан сіз сонаны ызаланып, долданып дейді, жарылып кете жатады дейді. Сендер іштік, жедік, қара қолжаға баттық деп келесіздер, мен қорланып келе жатырмын деп айтты. Мен 100 адамды бір күн күте алар ма екенмін? Ол 8 күн күтті ғой. 8 күн, 8 түн күтті. 16 күн ғой енді бәйбішесін осқанда. Сонан айтты дейді, мен қорланып келе жатырмын. Мен бұның мәнісі мынау Жанғозының жалпақ кедейін бір есінен таңғысы қылайын деп қылды. Кәні қолдарын жайындар деп көзінен жаңағы жасы бұршақтап отырып, жаңағы сақалынан жаңағыда алттарам жасағып, мен әумин деп отырыңдар деп, я Алла тағала, мені бай қылмасаң да менің балам шоңның кезінде менің халқымды бай қыл деп бата қыл дейді. Содан дейді, дұғасы Наурыз күні қабыл болып, шоңның тұсында дейді, шоң одан туған балалардың барлығы бай болды дейді. Сонда сол шоңның тұсында Жанғозының жалпақ бай аталды дейді. Содан дейді, байлығы сондай, бір жазда 100 келін түсірді дейді. Міне сондықтан қазіргі кездегі біздегі қазақ айтады ғой, бай болғысы келмейтін адам болмайды, Құдай қаламайды. Хан болғысы келмейтін адам жоқ, халқы қаламайды дейді. Сол бай болғысы келетін адам Құдай қалау үшін сол Құдайға дұғасы жету керек қой. Сол дұғасын жеткізу үшін астатөк қуанады екен жылға. Сол жылға қуанғанда, машһүр айтады, сол жылға қуанып, сол астатөк жаңағы Наурызнама берген мағынасы сол екен. Сол жылға қуанған халықты жылда қолтығына алып дейді, оларды байлыққа, берекеге бөлуге ол енді жыл міндет деп болады екен дейді ғой. Сонда қазіргі кезде мысалы бізде президенттің шыршасы бар, президенттің Наурызнамасы жоқ сөз. Сонда біздің қазақ халқы өсем өнем десе, біздің президентіміз бас болып өз Наурызнама беру керек деп ойлаймын мен. Тек қана президент емес, кез келген корпорацияның бастығы, біздің ректор мысалы Наурызнама беру керек 8 күн. Ал енді бізде қалай? Бізде салмақ кімге түседі? Қарапайым халыққа түседі. Ол дұрыс емес. Қарапайым халық әрбір өз үйінде бір қой сойып Наурызды уже жасатады. Жұртқа дейді, бірақ мынау жалпы халықтық мемлекеттік Наурызнаманы сол біздің жаңағы билік иелері, облыс әкімдері, қала әкімдері беру керек та. Міне сонда ол шын мәніндегі жаңағы халықтық мейрамға айналады. Әйтпесе жаңағыдай жаңағы әкімдер өздері жасап, өздері ішіп, халық кигіз үйдің сыртында қалу деген не деген масқара бұл? Бұл естіген жұрттан ұят нәрсе де. Дұрыс айтасыз. Өте керемет сұхбат болды. Жақсы, аға, рахмет сізге. Сіздерге рахмет.